Қыздар, баршаларыңызға сәлем. Осындай үй жағдайында жасалатын керемет пряниктің рецебін ұсынамын. Төменге бәрін жазып кетемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдыменен жұмыртқамызды алып, венчикпен араластырып аламыз. Миксерді қолданудың қажеті жоқ. Венчикпен араластырсаңыздар да болады. Үстіне қант қосамыз, араластырамыз. Кейін осы қантымыздың үстіне балымызды қосамыз. Қыздар, бірақ бал қосу міндетті емес. Малды қоспай қойсаңыздар да болады. Балсыз да дәмді болады, бірақ мен қостым. Өте дәмді болып шығады. Кейін жаңағы осы массамыздың үстіне айранымызды қосамыз. Бұл жерде ескере кететін жағдай, айран міндетті түрде комнаталы температурада болуы қажет. Суық айран жарамайды. Кейін осыған 4 ас қасық күнбағыс, яғни өсімдік майын қосамыз. Қосып араластырып аламыз. Кейін бір жаңағы шай қасық содамызды қосамыз. Уксуспен жаңағы үстіне құюдың қажеттілігі жоқ, тек қана сода. Кейін ұнымызды қосып қамыр жасаймыз. Қыздар, мен ұнды жалпы орта есеппен қойдым. Плюс-минус 100 граммдай болуы мүмкін, себебі оның сорты әртүрлі болады. Жаңағы массамыз, қыздар, алғашында кім медовый торты жасады, жалпы білет, массаны, яғни онымен қатты добивайттауға болмайды. Бұл жерде де дәл сондай. Жаңағы масса алдымен бұл жақтау болады, бірақ тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қойсаңыздар, масса қатып, жаңағы илеуге ыңғайлы болады. Мен бірінші жаңағы 300 граммдайын қостым, енді қалған 300 граммдайын екінші мәрте қосып араластырдым, бірақ аздап қолға жабысқақ болады. Сол себепті оны жаңағы жарты сағатқа дейін тоңазытқышқа қойып қою керек. Ол кәдімгідей кішкене жабысқақтау болады, нақты былай қамыр болып еленбейді. Ұнды көп қоспаңыздар, ұнды қоссаңыздар, жаңағы пряниктеріңіз қап-қатты болып қалады. Тек оны жаңағы тоңазытқышқа қойып қойсаңыздар, өзі қатып, жаңағы илеуге икемі жақсы болады. Міне жарты сағаттай тұрды, менде қарасаңыздар, жаңағы илеуге міне келеді. Яғни жабысқақтау, бірақ илеуге келеді. Үстіне аздап ұнды сеуіп, былай дөңгелектеп етіп, плас етіп жайып аласыздар. Плас етіп жайып алғаннан кейін жалпы қалыңдығы 1-1,5 сантиметрде етуге де болады. Мен 1 сантиметрде еттім, қателеспесем. Осылайынан жайып аласыздар да. Бұл уақытта жаңағы пештеріңізді қыздырып қоясыздар 180 градусқа. Енді жаңағы 1 сантиметрдей қалыңдықта істеп алғаннан кейін кез келген стаканды алып, дөңгелектеу етіп, форма жасап шығып, осылайынан кесіп аласыздар да противенге саласыздар. Үстіне ешқандай жұмыртқа ішіне жағудың қажеттілігі жоқ. Осылайынан алдыменен жаңағы пешке 180 градуста 20 минутте етіп жаңағы пісіріп аламыз. Жалпы бұл қамырдан екі жаңағы менде немнің жаңағы противеннің ұзындықтары кішіректеу, сол себепті менде екеу шықты. Егер де үлкен болса, жалпы бір үлкен листқа шығады. Бүйтіп қатарлап аласыздар да 180 градуста пісіріп аламыз. Енді үстіне жағатын кремін жасаймыз. Үстіне жағатын кремі өте оңай жасалады. Екі жаңағы жұмыртқаның ағын аласыздар. Сарысын бөлек қоямыз. Жаңағы осы ағының үстіне қант, немесе қантын тағын қосуға болады. Мен қантын тағын қостым. 2 немесе 3 ас қасықтай қантын тағын қосып, миксерменен көлемі жағынан ұлғайғанша формасын жақсы ұстап тұратындай етіп, жақсылап тұрып араластырып аласыздар. Міне менде формасын ұстайтындай болып шықты. Енді жаңағы бізде дайын болды. 25 минутте менде пісті. 25 минуттың ішінде дайын болған жаңағы пряниктерімізді алып, үстіне осы кремімізді жағатын боламыз.
осылайынан кисточкамен аласыздар да, үстіне осылайынан жаңағы жағып шығасыздар. Қалыңдау етіп қыздар жағуға кеңес беремін. Мен басында қағылдап жаққам, кейін қалыңырақ қайтадан үстінен жақтым. Қалыңырақтау етіп жағып қойыңыздар. Кейін бір комнаталы температура немесе холодильникке қойсаңыздар, жарты сағаттың ішінде кремдеріңіз қатып қалады. Осылайынан барлығына жағып шығасыздар. Осылайынан барлығына жағып шығасыздар. Қиындығы жоқ, өте оңай. Өте дәмді болып шығады қыздар. Бірақ бұны тіпті жағуда міндетті емес. Осылайда жей берулеріңізге болады, бірақ глазурмен өте дәмді болып шығады қыздар. Енді сөзсіз, осыдан кейін жаңағы дүкеннің пряниктерін емес, осындай үй жағдайында жасауға болады. Мен бағана бір сантиметрлі еттім ғой, жаңағы қалыңдығын. Бұдан да қалыңдау қолдарсаңыздар, бұдан да биікірек болып, жаңағы қалыңдау болып піседі. Мен жұқалау қылып істедім. Осылай болып шығады қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Үй жағдайында жасалған жаңағы тәттілер енді өте керемет қой. Менікі қатып үлгермеді, бірақ қатқаннан кейін өте күшті болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып комментарий қалдырыңыздар.